Саламатсыңдар ма балалар? Бізге келесі әдебиеттік оқу пәні болады. Әдебиеттік оқу пәнінен біз бүгін 86-шы беттегі 85-ші сабақты өтеміз. Бұл сабақта бізге Абдрахман Асылбек ағамыздың түлкі мен тиын деген мысалы берілген. Бүгінгі сабақтың мақсаты мысал туралы түсінік беру. Балаларды мысалдың мазмұнымен таныстыру. Мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау. Ал балалар, мысал дегеніміз қысқа шығармалы, оқиғалы шығарма. Мысалдың кейіпкерлері аңдар, құстар, жануарлар, өсімдіктер болады. Мысалда кемшіліктер сыналады. Ақыл, кеңес айтылатын қорытынды ой болады. Абдрахман Асылбеков ағамыз 1938 жылы 1 мамырда Жамбыл облысының Талас ауданына қарасты Үштал ауылында дүниеге келген. Ол кісі көптеген байқауларға қатысып, жеңімпаз, жүлдегер атанған. Ол кісінің өлеңдері, мысал әңгімелері өте көп. Біз бүгін соның бірі түлкі мен тиын атты мысалымен танысамыз. Түлкі мен тиын. Мысал. Кездесіп қап қиырда. Түлкі айтты, тиын-ау, 99 айлам бар, сенің жайың қиын-ау. Тиын айтты, жайдан қар, жалғыз ғана айлам бар, сен сияқты тымерке емеспін мен тайраңдар. Олар сөйтіп тұрғанда, қасқыр жетті бұл маңға, тиын талға өрмелеп, түлкі қалды тырбаңдап. 99 айлалы түлкі бірден жайрады, бір айласы тиынның болып шықты пайдалы. Ал балалар, мысалдың мазмұнымен таныссақ, дәптерімізді ашамыз. Дәптерімізге бүгінгі күннің ретін және тақырыпты жазып қоямыз. Және дәптерімізге 86-шы беттегі бірінші тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырмада бізге мән беріп оқы, дәптеріңе жаз деп тапсырма беремін. Кәнекей, ағаш басында тиын, тауып қуыс иін, жасап апты ін деген Ескен Елубай ағамыздың өлеңін дәптерімізге көшіріп жазамыз. Бірінші тапсырманы орындап болсақ, екінші тапсырманы жазамыз. Екінші тапсырмада балалар бізге жұмбақ берілген. Сол жұмбақты дәптерімізге жазамыз. Аңның аты түлкі, жүрген жері күлкі. Қайны жазып болдық па? Жазып болсақ балалар, өлеңнің мазмұнына мән береміз тағы да. Өлеңде бізге не айтқысы келді? Кәнекей, кім маған соны айтып бере алады екен? Сендерге үйге тапсырма балалар. Мәтінді түсініп оқисыңдар және мәтінде не туралы айтқысы келген ақын. Соны видеоға түсіріп, маған кері байланыс жасап, менің жеке WhatsApp-ыма салып жіберіңдер. Және екінші тапсырма 86-шы беттегі 3-ші тапсырманы үйден орындайсыңдар. Бұл тапсырмада сендерге сурет бойынша түлкі мен тиын туралы не білесің деген. Соны не білетіндеріңді дәптерлеріңе жазыңдар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.